Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 7 түрлі дәмнен жасалатын наурыз көженің жасалу жолын ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, арнама жазылып лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Бізге қажет болады ақ жүгері, сары жүгері, және де бидай, қызыл фасоль және ақ фасоль қолдандым. Қазы, құрт және де айран қолдандым. Енді қазымен бірге сүрленген ет қоссаңыздар өте тамаша шығатын еді. Менде сүрленген ет болмады, сондықтан құр қазымен жасап жатырмын. Және де қазымызды жақсылап жуып, қазанымызға суды құйып салып, баяу отта қазымызды пісіреміз. Және сары жүгеріміз ақ жүгерге қарағанда ұзақтау піседі. Сол үшін бірінші сары жүгеріні 15-20 минут алдын ала соны пісірдім мен. Содан кейін барып 15-20 минуттан кейін ақ жүгері салдым. Барлық дәндерді де бөлек-бөлек осылайынан жуып, жеке-жеке қайнаттым. Енді наурыз көженің тарихына келетін болсақ, Қазығұртта Нұх пайғамбар. Нұх пайғамбардың кемесі күн мен түні теңелген күні тоқтаған екен. Ол наурыз айының 21-нен 22-сіне қараған түні болған екен. Пайғамбар топан су апатынан аман қалғанына шүкіршілік етіп, Құдай тамақ бермек болады. Кемедегі азық-түлікке қараса, алақандай ет, 1-2 құрт, 1 уыс бидай мен жүгері, су және тұз қалыпты. Нұх пайғамбар тәуекелдеп, барлығын қазанға сап пісіреді. Тағамды бұлғаған сайын Алланың есімін айтып ұлықтайды екен. Алла періштелерге көрдіңдер ме, мен үшін қолда барын салып ас беріп жатыр. Барып қазанына Кәусар бұлағынан су тамызып, берекемді шашыңдар дейді. Сонда періштелер жиналып қазанға барып Кәусардан су тамызып, береке шашады. Осылайша 7 түрлі дәмнен жасалған тағам берекелі асқа айналады. Жан-жануар, аң-құс жиналып пайғамбардың қазанынан дәм татады. Содан бері Нұхтың бұл тағамы тілеу көже немесе наурыз көже деп аталыпты. Наурыз күні адамдар мен жануарларды тойдыру Нұх пайғамбардан қалған мирас екен. Сондықтан берекелі асымызды осылай наурызда жасап пішіп көріңіздер сіздер де. Бұл көжені әркім әртүрлі жасайды. Біреулер маш қосады, біреулер кеспе қосады. Мінекей 15-20 минут сары жүгеріміз қайнады. Енді үстіне ақ жүгерімізді жуып саламын. Біздің фасоліміз пісті міне. Қап-қара сулары шығып, қара суларын бәрін төгіп тастап, ақ фасолімізде де пісті міне, жұп-жұмсақ болып пісіпті. Қап-қара сулары шықты, бәрін төгіп тастаймыз. Мінекей ақ жүгеріміз бен сары жүгерімізде әдемі қайнап жатыр біркелкі болып. Енді құртымызға қазының суынан, сорпасынан
1-2 ошақ сорпа құйып жібітіп қоямыз. Бұл жібігенше енді бидайымыз пісіреміз. Бидайымызды да жуып шайып, қазанымызға су құйып салып, бұны да бөлек бұқтырып пісіріп аламыз. Мінекей біздің бидайымыз да пісіп шықты. Енді кезекте бәрі пісіп болғаннан кейін бәрін бір ыдысқа қосамыз, араластырамыз. Оған дейін мен құртымызды езіп аламыз. Блендердің көмегімен езсеңіздер де болады. Мен қасықпен, шанышқымен ездім. Жібіп жұмсақ болып тұрған құрт екен өзі. Осылай езіп аламыз. Мінекей құртымыз да езіліп дайын болды. Айран құсап, қою әдемі болып шықты. Енді барлығын жинайтын боламыз. Сары жүгері, ақ жүгері, енді бидайымызды салдық. Жүгері бидайлардың суының бәрі тартылып қалды менде. Сол үшін қазының сорпасынан құямыз. Шамалап қазының сорпасына құямын. Аз-аздан қажетті мөлшерде құйып отырсаңыздар болады. Ендігі кезекте қызыл фасоль, ақ фасольдарымызды салып араластырамыз барлығын жақсылап. Менің көжем қоюланып кетті. Тағы да қазының сорпасынан тағы да шамалы құйыңқырадым. Ендігі кезекте қазымызды турап, оны да қосамыз. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Қазақша каналының дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, күшті, жұмсақ болып шықты. Езілген құртымызды құямыз. Және де қажетті мөлшерде айрандарды да құйып
көжені шамалы жылытып алған дұрыс. Сонда айрандарыңыз іртік-іртік болып қалмайды. Бұл негізі салқында ішетін, жылыда ішетін көже. Сондықтан суытып алғандарыңыз абзал. Мінекей айранымызды қостық, барлығын қосып жақсылап араластырамыз. Біркелкетіп. Мінекей біздің наурыз көжеміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Наурыз құтты болсын, ақ мол болсын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.